1979 жыл қараша айы, Тегеран. Күн әдеттегідей басталған. Американың елшілігі қала ортасында орналасқан үлкен дипломатиялық кешен. Ішінде дипломаттар, күзетшілер, қызметкерлер. Ешкім сол сәтте білмеді. Бірнеше сағаттан кейін бұл жер әлемдегі ең үлкен дипломатиялық дағдарыстардың біріне айналатынын. Таңғы уақыт. Елшілікке қарай бір топ студент жайлап келе бастайды. Олар өздерін имам жолындағы мұсылман студенттері деп атайды. Бұл жай ғана наразылық емес еді. Олардың жоспары елшілікті басып алу, ал ішіндегі адамдарды тұтқынға алу. 1979 жылдың 4 қарашасы мыңдаған адам елшілік алдында жиналды. Айқайлар, ұрандар, Америкаға қарсы плакаттар. Көп ұзамай бірнеше ондаған студенттер қоршауды бұзады. Сосын қақпаға көтеріледі. Күзетшілер оларды тоқтатуға тырысты, бірақ студенттер саны тез көбейіп жатты. Бірнеше минуттан кейін елшілік аумағына ондаған адам кіріп кетті. Ішіндегі қызметкерлер не болып жатқанын түсінбей қалды. Кейбіреулері құжаттарды жоюға кірісті, өйткені дипломатиялық ережелер бойынша құпия ақпарат басқа елдің қолына түспеуі керек. Бірақ уақыт аз еді. Студенттер ғимараттарды бірінен кейін бірін бақылауға ала бастады. Көп ұзамай елшілік толықтай олардың қол астына өтті. Сол күні 66 адам тұтқынға алынды. Олардың ішінде дипломаттар, әскери атташелер, қарапайым қызметкерлер болды. Кейбіреулерін көздерін байлап, қолдарын байлап бөлмелерге апарды. Кейбіреулерін жертөлелерге түсірді. Бұл адамдар өздерін бірнеше сағаттан кейін босатады деп ойлады. Бірақ олар білмеді, бұл тұтқындық 444 күнге созылатынын. Бұл оқиға жай ғана студенттердің шабуылы емес еді. Оның тамыры жылдар бұрын басталған. Иран мен Америка арасындағы қатынас сол кезде өте шиеленісті болатын. Оның басты себептерінің бірі Иранның бұрынғы билеушісі Шах Мұхаммед Реза Пехлеви. Ол ондаған жылдар бойы Иранды басқарды. Бірақ 1979 жылы елде үлкен революция басталды. Бұл оқиға тарихта Ирандағы революция деген атпен қалды. Революциядан кейін Шах елден қашуға мәжбүр болды. Билікке діни лидер келді, Рухолла Хомейни. Жаңа билік Америкаға сенбеді. Себебі көптеген ирандықтар ақшты бұрын Шахты қолдады деп есептеді. Ал 1979 жылы тағы бір оқиға бұл жағдайды ауырлатты. Америка ауру Шахқа өз елінде емделуге рұқсат берді. Бұл жаңалық Иранның үлкен ашуының себебі болды. Көптеген адамдар Америка Шахты қайта билікке әкелуі мүмкін деп қорықты. Сол кезде студенттер бір шешім қабылдады. Олар Америка елшілігін басып алуды жоспарлады. Бастапқыда көп студенттер бұл акция бірнеше күн ғана созылады деп ойлаған. Олар талап қойғысы келді. Шахты Иранға қайтару, оның байлығын қайтару. Бірақ оқиға мүлде басқа бағытқа кетеді. Елшілік басып алынғаннан кейін Ирандағы жаңа билік студенттерді тоқтатпады. Керісінше көпшілік оларды қолдады. Көп ұзамай тұтқындар саяси құралға айналды. Ал әлем таң қалып қарап тұрды. Бұл оқиға жайлы Америкаға хабар тез жетті. Ол кезде ақш-тың президенті Джимми Картер еді. Вашингтонда шұғыл жиналыс өтті. Бұл жай ғана дипломатиялық мәселе емес еді. Америка тарихында бұндай жағдай бұрын болмаған. Яғни басқа елдің ақш елшілігін басып алып дипломаттарды тұтқынға алуы. Бұл халықаралық құқықты өте ауыр бұзу еді. Америка тұтқындарды дереу босатуды талап етті, бірақ Тегераннан жауап болмады. Келесі күндері тұтқындардың суреттері әлемдік жаңалықтарға шықты. Көздері байланған адамдар, қолдары байланған, елшілік ауласында қарулы студенттердің ортасында. Бұл кадрлар әлемге бір сигнал берді. Дағдарыс жаңа ғана басталған еді. Ал алда 444 күндік саяси күрес, келіссөздер және құпия операциялар күтіп тұрды. Елшілікті басып алғаннан кейін олар тұтқындарды әртүрлі бөлмелерге апарды. Кейбіреулерін шағын кабинеттерге қамады,
кейбіреулерін жертөлеге апарды. Олардың көбінің көздері байланды. Себебі студенттер тұтқындар елшілік жоспарын көріп қоймау керек деп қорықты. Алғашқы күндері ешкім не болатынын түсінбеді. Тұтқындардың көпшілігі бұл жағдай бірнеше күнде аяқталып деп ойлады. Бірақ сыртта саяси жағдай тез өзгеріп жатты. Көп ұзамай студенттер бір шешім қабылдайды. Олар барлық тұтқындарды ұстап отырмай, кейбіреулерін босатуды жөн көрді. Олардың сол шешімінен кейін 13 тұтқын босатылды. Олардың ішінде әйелдер болды, афроамерикалық дипломаттар болды. Студенттердің айтуынша оларды босату гуманитарлық шешім болды. Бірақ қалған 53 адам елшілікте қалды. Олар енді дағдарыстың негізгі тұтқынына айналды. Күндер өте бастады. Бір апта, бір ай тұтқындар кішкентай бөлмелерде өмір сүрді. Кейбіреулеріне күні бойы көздерін байлап отыруға тура келді. Кейде оларды бір бөлмеден екінші бөлмеге ауыстырды. Бұл көбіне қауіпсіздік үшін жасалды. Кейбір тұтқындар бірнеше ай бойы күн сәулесін көрмеді. Олар тек қысқа уақытқа ғана сыртқа күн сәулесін көруге шығарылды. Тұтқындар тек физикалық шектеулермен ғана емес, психологиялық қысыммен де бетпе-бет келді. Кейде оларға жалған ақпарат айтылды. Мысалы, сендерді ешкім құтқармайды. Америка сендерді ұмытып кетті. Мұндай сөздер тұтқындардың моральдық жағдайын әлсірету үшін қолданылды. Соған қарамастан олар бір-біріне көмек көрсетуге тырысты. Олар сөйлесті, әзіл айтты, уақыт санады. Бұл олардың психологиялық тұрғыдан аман қалуына көмектесті. Бұл оқиға әлемдік жаңалықтардың басты тақырыбына айналды. Көптеген мемлекеттер тұтқындарды босатуды талап етті. Біріккен ұлттар ұйымы да бұл жағдайды талқылады. Көп елдер дипломатиялық нормалар бұзылды деп есептеді. Себебі халықаралық құқық бойынша елшілік аумағы сол елдің территориясы болып саналды, ал оны басып алу үлкен дипломатиялық қылмыс болды. Америка үкіметі алғашында дипломатиялық жолмен шешуге тырысты. Президент Джимми Картер Иран билігімен келіссөз жүргізуге тырысты, бірақ жағдай оңай болған жоқ. Себебі елдегі нақты билік революциядан кейін күрделі жүйеге айналған еді. Елдегі ең ықпалды тұлға діни лидер болды, Рухолла Хомейни. Ол студенттердің әрекетін толық айыптамады, ал кейбір жағдайларда тіптен оларды қолданғандай көрінді. Ол дағдарысты одан ары қарай қиындатты. Америка Иранға қарсы санкциялар енгізді. Иранның миллиардтаған доллар активтері ақш банктеріне бұғатталды. Бұл шешім экономикалық қысым жасау үшін қабылданды. Бірақ тұтқындар әлі де босатылған жоқ. Айлар өтті, дағдарыс жалғаса берді. Америкада бұл оқиға үлкен эмоция тудырды. Олардың теледидарларында күн сайын осы тұтқындар жайлы жаңалықтар болды. Ал кейбір каналдарда күн сайын тұтқындардың тұтқында болуына қанша күн болғанын санап отырды. Ал тұтқындар сол кезде әлемнен оқшауланған күйде отырды. 1979 жылдың соңы жақындап келе жатты. Дағдарыс әлі де шешілмеген күйде қалды. ақш билігі жаңа шешім іздей бастады. Дипломатиялық жол нәтиже бермеген соң басқа жоспар қарастырыла бастады. Құпия жоспар, әскери операция. Бұл операцияның мақсаты тұтқындарды күшпен құтқару болды. Бірақ бұл жоспар кейін тарихқа ең сәтсіз әскери операциялардың бірі ретінде енеді. 1980 жыл тұтқындар елшілікте отырғанына бірнеше ай болды. Америкада қоғамдық қысым өсіп жатты. Теледидар жаңалықтарында күн сайын бір сұрақ айтылды: тұтқындар қашан босатылады? Президент Джимми Картер дипломатиялық жолмен мәселені шешуге тырысты, бірақ келіссөздер нәтиже бермеді. Сол кезде ақш үкіметі өте қауіпті әскери жоспар құра бастады. Бұл операция қатаң құпияда дайындалды. Жоспардың мақсаты Тегеранға жасырын кіріп тұтқындарды босату және оларды елден алып шығу. Бұл операция кейін тарихта бүркіт тырнағы операциясы деген атпен белгілі болды. Бұл өте күрделі жоспар еді. Операция бірнеше кезеңнен тұруы керек болды. Бұл жоспар бойынша ақш әскери ұшақтары Иран шөлінде жасырын қонуы керек. Сол жерде тікұшақтармен кездесу жоспарланды. Кейін арнайы жасақ Тегеранға жасырын кіріп елшілікті шабуылдайды. Тұтқындарды алып ұшақтармен елден шығарады. Бұл жоспар өте қауіпті еді, бірақ басқа амал қалмағандай көрінді.
1980 жылдың сәуір айы ақш әскери ұшақтары Иран аумағына жасырын кірді. Қону орны Иранның шөлді аймағы болды. Бұл жер операцияда бірінші шөл деп аталды. Алғашқы ұшақтар сәтті қонды, бірақ проблема тікұшақтар келгенде басталды. Тікұшақтар жолда қатты құм дауылына тап болды. Көріну өте нашар болды. Навигация қиынға соқты. Нәтижесінде бірнеше тікұшақ техникалық проблемаларға ұшырады. Жоспар бойынша кем дегенде 6 тікұшақ қажет еді. Бірақ шөлге тек 5 тікұшақ ғана жетті. Бұл операцияны жалғастыру үшін жеткіліксіз болды. Операция командирлері қиын шешім қабылдады. Миссияны тоқтату. Әскерлер қайтуға дайындала бастады. Бірақ дәл осы сәтте апат болды. Тікұшақтардың бірі жанармай құю кезінде әскери транспорт ұшағына соқтығысты. Үлкен жарылыс болды. Ұшақта, тікұшақта өртеніп кетті. Бұл апатта 8 америкалық әскери қызметкерлер өмірден өтті. Операция толық тоқтатылды. ақш әскері Ираннан шұғыл кетуге мәжбүр болды. Операцияның сәтсіздігі әлемге тез тарады. Америка үшін бұл үлкен соққы болды. Тұтқындар әлі де босатылмаған еді, ал әскери операция сәтсіз аяқталды. Бұл оқиға ақш әскерінің беделіне үлкен нұқсан келтірді. Операциядан кейін тұтқындардың жағдайы қиындай түсті. Студенттер тағы бір құтқару әрекетінен қорықты. Сондықтан тұтқындарды әртүрлі жерлерге бөлді. Кейбіреулерін Тегерандағы басқа ғимараттарға көшірді. Бұл олардың құтқарылуын одан сайын қиындатты. 1980 жылдың ортасына қарай дағдарыс жалғаса берді. Тұтқындар айлар бойы үйінен алыс жерде отырды. Ал әлем келесіде не болатынын күтті. Сол кезде жағдайды өзгерткен жаңа саяси фактор пайда болды. Америкада президенттік сайлау жақындап келе жатты. Бұл дағдарыстың соңғы кезеңіне үлкен әсер етеді. 1980 жылдың соңы тұтқындар елшілікте отырғанына 1 жылдан асты. Кейбіреулер күндерді санап отырды. 100 күн, 200 күн, 300 күн. Бұл уақыт ішінде әлемде көп нәрсе өзгерді. Ал тұтқындар әлі де еркіндікке шыға алмады. Дағдарыс Америкадағы саясатқа да әсер етті. Сол кезде президент сайлауы жақындап келе жатты. Қазіргі президент Джимми Картер еді. Ал қарсы кандидаты Рональд Рейган болды. Көп американдықтар тұтқындардың әлі босатылмағанына наразы болды. Бұл дағдарыс сайлау нәтижесіне де үлкен әсер етті. 1980 жылы сайлауда Рональд Рейган жеңіске жетті. Осы уақытта ақш пен Иран арасындағы жасырын келіссөздер жүріп жатты. Бұл келіссөздер тікелей емес, делдалдар арқылы жүргізілді, яғни посредниктер арқылы. Негізгі посредниктердің бірі Алжир мемлекеті болды. Ұзақ келіссөздерден кейін екі тарап бір шешімге келе бастады. Иран бірнеше талап қойды. Олардың ішінде ақш Иранның бұғатталған активтерін босату, ақш Иранның ішкі істеріне араласпауға уәде беру, шахтың қаржылық активтерін зерттеу болды. Бұл шарттар ұзақ талқыланды. Соңында екі тарап бір келісімге келді. Бұл келісім тарихта Алжир келісімдері деп аталды. 1981 жылдың 20 қаңтары. Бұл күн дағдарыстың соңғы күні болды. Тұтқындар ұшаққа отырғызылды. Олар Ираннан ұшып шықты. Осылайша 444 күнге созылған тұтқындық аяқталды. Бұл ақш-тың тарихындағы ең ұзақ дипломатиялық дағдарыстардың бірі болды. Тағы бір ерекше факт, тұтқындар дәл сол күні босатылды. Яғни Америкада жаңа президент ант қабылдаған күні. Сол күні Рональд Рейган ресми түрде ақш президенті болды. Ал бірнеше минуттан кейін тұтқындар ұшағы Ираннан ұшып кетті. Тұтқындар алдымен Германиядағы америкалық базаға жеткізілді. Содан кейін ақшқа оралды. Оларды үлкен құрметпен қарсы алды. 444 күн бойы олардың тағдырын бүкіл ел бақылап отырды. Бұл дағдарыс ақш пен Иранның арасындағы қарым-қатынасты түбегейлі өзгертті. Екі ел арасындағы сенім жоғалды, ал дипломатиялық қатынастар толық қалпына келмеді. Бұл оқиға бүгінге дейін әлемдік саясатта маңызды тарихи кезең болып саналады. 1979 жылы бір топ студент елшілікке басып кірді. Олар ақшқа қарсы акция жасаймыз деп ойлады. Бірақ сол әрекет әлемдік деңгейдегі дағдарысқа айналды.
66 адам тұтқынға алынды. Олардың 52-сі 444 күн бойы еркіндіксіз өмір сүрді. Бұл оқиға тарихтағы ең ұзақ дипломатиялық тұтқын дағдарыстарының бірі болып есептелді. Егер саған осы сияқты қызық оқиғалар ұнаса, каналға тіркел. Сау, саламат.